Сәлем достар! Франция демалуға ыңғайлы мемлекет қана емес. Белсенді сәнді дүкендер елі екенін айтпаса да түсінікті шығар. Және өз гардеробыңды жаңартуға таптырмас мекен. Париж ғана емес, басқа да қалаларында әр қадам сайын сіз киім, бояу мен әтір дүкендерін оңай табасыз. Сондай-ақ, олардың басым көпшілігі сөзсіз көңіліңізден шығады. Егер ойланып қарасақ, Эйфель мұнарасының әдемі оттарын көрген кезде, немесе триумфалдық арканы көзіңіз шалғанда, ең бірінші басыңызға қандай бренд атауы келеді? Balenciaga немесе Supreme ба? Сіздердің басым көпшілігіңіз әлемдегі ең танымал киім бренді Chanel жайлы ойлағанына күмәнім жоқ. Иә достар, бұл шығарылымда біз расында Коко Шанель есімді атақты әйел адамның өмір баянымен таныстырамыз. Сондай-ақ, ненің арқасында оның бренді тұтас әлемге танылғанын таратып айтамыз. Бәрін басынан бастайық. Шанель брендінің негізін қалаушы Габриэль Боннер, Коко Шанель 1883 жылы Францияның орталығындағы шағын ғана Самюр қаласында дүниеге келеді. Алдын ала айта кетейін, тағдыр оған туғаннан бастап жұмсақ болмады. Өкінішке орай оның анасы 1885 жылы қайтыс болады. Әкесі оны балалар үйіне өткізуге шешім қабылдайды. Кейін ол бұл ісін жалғыз өзім қызымды өсіруге шамам жетпейтін еді деп түсіндіреді. Габриэльдің балалар үйіндегі өмірі белгісіз. Болашақ сән падишасының өмір баянында тек қыздың 1902 жылдан бастап тігу өнеріне үйреткен монахиналардың қолында тәрбиеленгені жазылған. Габриэльдің өмірінде қандай да бір ерекше өзгеріс болмағанын айтпай-ақ қойса да болатын шығар. Жас қыздың жақсы жар, сүйікті ана болатынына күмәнім болмады. Тек сән падишасы емес, бірақ байқап отырғаныңыздай әркімнің бұл өмірде өз жолы бар. Үйренген тәжірибесінің арқасында 16 жасар қыз шұлық өнімдері дүкеніне жұмысқа орналасады. Онда ол тігінші болып жұмыс жасап, аздаған ақша табады. Ал кешкісін жергілікті барда Габриэль ән айтатын. Сондай-ақ, кейде әншілерге сахна киімдерінде тігетін. Көптеген дерек көздері қыздың тұйық әрі аз сөйлейтін болғанын айтады. Тіпті 18 жасқа дейін ешкімен таныспай, еркектер қауымына көз де салмапты. Бұл мүмкін монастырдағы қатал тәртіптің салдарынан болар. Күндердің күнінде ол сол кезде аса танымал франциялық ақсүйек Этьен Бальзанмен танысады. Бұл сол жақтағы көптеген әйелдер қауымының сырттай назарына түсіп жүрген тартымды жан еді. Бірнеше кездесуден кейін Габриэль өз заттарын жинап, онымен бірге тұру үшін Руальге кетіп қалады. Солайша, ол Этьеннің көз қарасын жаулаймын деп ойлайды. Бірақ ол ойлаған ғажайып болмай шықты. Ол шақта өрімдей жас әрі аңқау Габриэль өмірінің соңына дейін болатын махаббатын кездестірдім деп ойлайды. Алайда, Этьен қызға шынайы сезімін білдірмейді. Тіпті оған жай ғана сыйластық та танытпайды. Жас қыз үй қызметшілерімен бірге тамақтанатын болады. Оған үйге сыйлы қонақтар келгенде көрінуге тыйым салынады. Шанель мен Этьеннің қарым-қатынасы жайлы режиссер Кристиан Дюктің Коко Шанель фильмінде өте жақсы көрсетілген. Қиын болса да, қыз Бальзанның үйінде де өзінің тігу ісін жалғастыра берді. Және ұзақ уақыт өтпей жемісін де көре бастайды. Алғашқы өнімдері расымен де тамаша болып шығады. Оның үстіне қапаста қалмаған әйел секілді өмір оған ұнамай, өзі аяққа тұрғысы келіп, салон ашуға бел буады. Әлбетте, оған оның қаражаты да мүмкіндігі де болмады. Осы талаппен ол Этьенге қолқа салады. Ол алғашқыда мән бере қоймайды. Бірақ бір шама уақыт өткенде Коко деген атпен ашып береді. Габриэльдің өзі осы лақап атты ойлап табады. Киім дүкені Малершерп 160 бульварында орналасқан. Бұрын бұл мекенжайда Этьеннің пәтері орналасқан екен. Оған үнемі француз элиталары жиналатын. Кейін Шанель Этьеннің достарының әйелдерімен жиі кездесіп қалатын болды. Және олардың онша сәнді емес киім үлгілерін назардан тыс қалдырмады. Ол кезеңде үлкен қалпақтар мен бұйымдардың шамадан тыс көптігі қызды қатты жиркендірді. Ол сәннен басқаша сипат,
талғампаздық пен эстетика көрді. Сондай-ақ, оның дамуына өзінің үлес қоса алатынын анық сезді. Барлығы сол қалпақтардан басталды. Оны Коко Шанель өзі ойлап тауып, өзі тігеді. Солайша өзіне ақша табады. Оның қалпақтары басқалардан жеңіл әрі минимализмге толы болғанымен ерекшеленеді. Бастапқыда ол сол дәуірдің салтанаты үшін бір түрлі болып көрінді. Бірақ бір шама уақыт өткен соң, алыс жақын аудандағы қыздардың назарына іліне бастайды. Кейде мен көшеге шығып, мен тіккен қалпақтарды киіп жүрген қыздарды санайтымын. Әдепкіде 100-ден біреу ғана табылатын. Кейін сұлулардың басым көпшілігі менің қалпақтарыммен жүретінін көріп қуандым, деп еске алады Коко Шанель. Тіпті осындай жетістікке жетсе де, Коко өзінің дүкенінде іс тігіп отырған қарапайым тігінші болып қала берді. Біздің кейіпкеріміздің жетістігінің тарихы, оны тұрақты тұтынушылардың кешкі аспен көңіл көтеру кешіне шақыруынан басталады. Бір күні ол Бальзан еркектер клубының мүшесі ағылшындық Артур Кейпелмен танысады. Жігіт басқа қыздарға ұқсамайтын сұлуға бірден көз салады. Ол өзгелерден өзінің қарапайымдылығымен және аңғалдығымен ерекшеленеді. Сол шақта басқалары шампанды суша сіміріп жатқанда Коко үндемей отыра беретін. Құдды бір өзін осы әсем кеште бөтен санағандай. Ол солай болды да. Артур онымен жиі сөйлесіп, көңілдендіруге тырысып, өзіне деген сенімін арттырып, барлық бастамаларына қолдау білдіре бастайды. Уақыт өте келе, ол оның әрбір қимылына тамсана қарап, клубта кездесу жиілейді. Осының бәрі жігіттің осыған дейін ешкімді бұлай-құлай сүймегендігіне алып келеді. Коконың өзі де жүрегін бай кәсіпкерге ұсынып, бір минутта сезімін білдіруден танбайды. Бірақ ештеңе тым жақсы болып кетпейді ғой. Тағдырдың жазуымен екі жастың арасындағы ыстық махаббат салдарынан ертең Кокоға да ес-түссіз ғашық екенін анық түсінеді. Қалай болғанда да ұстап қалу үшін батыл қадамға барып, қызға сезімін білдіріп, ұсыныс тастайды. Бірақ бәрі кеш еді. Шанель жігіттің ұсынысын қабылдамайды. Ол қыз ғашық жігітті де оны шексіз сүйеді. Бақыт үшін басқа не керек? Бірақ өмірдің өз заңдылықтары бар. Жарты жыл өткенде ол өзінің сүйікті жігіті басқа ақсүйек ағылшын қызына үйленетінін біледі. Сол сәтте оның әлемі бір секундтың ішінде құлайды. Шындығында Кейпел өзінің қоғамдағы жағдайын нығайту үшін басқа қызға үйленген екен. Сонда да ол Коконы сүйгенінен танбай, оның бастамаларына қолдау білдіреді. Жігіт қыздың аяғына жығылып, кешірімде сұраған екен. Оның сөзінше, басқа амалы болмаған. Өзінің кінәсін аз да болса жуып шайғысы келген, ол Камбон көшесіндегі алғашқы Шанель Модес дүкенін қаржыландырады. Қыз басында мұндай ұсыныстан бас тартқысы келіп еді. Алайда өз қолөнеріне деген сүйіспеншілік пен ақша деген қарапайым қажеттілік оны келісуге мәжбүр етті. Дүкен сәнді бағалайтын сұлулардың көңілінен бірден шықты. Жаңа дүкендегі киімдер өзі елестеткендей қарапайым әрі ыңғайлы болды. Санаулы айлардан кейін дүкен кеңінен танылды. Бірінші дүниежүзілік соғыс жылдары дүкенде франель күртешелер, тік шалбарлар, зыңғыр шалбарлар, тіпті ұзын жемпірлер де пайда болды. Ең көп сұранысқа ие джерси костюмдары еді. Тап осы мата соғыс жылдары қол жетімді бағада кигенге сапалы әрі ыңғайлы болды. Сондай-ақ сән дизайнері мен сатып алушы үшін нағыз құтқарушы болды. 1915 жылдары Коко Шанельдің жасы небәрі 32-де болғанда, оның есімі Париждің барлық бұрышында тіпті Францияға тарады. Оның киімдері әйелдердің үстінде қарапайым әрі ыңғайлы кейіпте жарқырады. Коко өзінің киім үлгілеріндегі идеяларының басым көпшілігін ерлер киімдерінен алды. Оның сән әлемде серпіліс жасауы соның салдарынан еді. Шанель әйел адамының әдемі киінуі үшін міндетті түрде алуан түрлі көлемді киімдер кию керек емес деп ойлайды.
Оның үстіне олай жүру нәзік жандыларға кедергі келтіреді. Сол шақта ерлер киімі ұтымдырақ көрінді. Коко ережелерді бұзғысы келді. Бизнес жаман жүрмеді. Коко ойлап тауып, сызбаларды сызды. Ал жұмысқа алған бірнеше тігіншілері оның армандарын шындыққа айналдырып отырды. Ол қолда барына риза еді. Алайда сән дизайнерінің қалыпты өмірін тағдырдың тосын бұрылғысы бұзады. 1919 жылы Коко Артурдың жол апатына түскені жайлы хабар алады. Алған жарақаты салдарынан оның сүйіктісі оқиға орнында қаза табады. Сүйіктісі. Не жағдай болса да, ол өзінің ағылшынын қатты сүйетін еді. Бұл жаңалық Шанельдің жүрегін жаралап, қуаныштың орнына жоғалған махаббатына деген айықпас сағыныш келеді. Расында да, оның басқа жақын адамы жоқта еді. Ол жалғыз болатын. Ата-анасы да, туыстары да жоқ еді. Оны түсінетін сол үйленген Артур ғана еді. Осы сәтте әлемге танылған қарай көйлек шығады. Алайда, бұл көйлектің пайда болуының романтикалық нұсқасы бар еді. Әлем өзгерді, және әйелдерге ыңғайлырақ киім қажет болды. Қара түс сол таңдаулы түстердің қатарынан табылады. Ал кез келген қара түстегі киім талғампаз әрі ыңғайлы саналды. Жүрегі қайғыра толы болса да, қыз сән салтанатындағы жұмысын жалғастыра берді. Осылайша 20-шы жылдары Шанель сән үйі бисерлі көйлектерді шығара бастайды. Жаңа киім клиперлер арасында үлкен танымалдылыққа ие болды. Кейін сән дизайнері 2 немесе 3 элементтен тұратын киім үлгілерін таныстырады. Олар сол арада ең көп сұранысқа ие болды. Және сән тарихында Шанель костюмы болып енді. Алайда, образға әлдене жетіспей тұрғандай болды. Коко ол киімді қалайда дара болу үшін ұзақ ойланды. Бір күні сезімталдық нотасын қосу үшін басына тамаша ой келеді. Алайда, оны іске асыруға жалғыз өзінің күші жетпейді. Көмекке Эрнест Бо келді. Ол атақты Шанель нөмір 5 парфюмін шығарған танымал парфюмер болатын. Коконың ойынша, хош иіс тұтастай әйел тұлғасын айқындап тұруы шарт еді. Бұдан бөлек, ол құрамына түрлі эссенция қосындыларының енгенін қалады. Жай ғана сол замандағы парфюмдердегідей 1-2 ғана түрі емес. Бастапқыда иіссулар Шанель тұтынушыларына сауда үшін бонус ретінде берілді. Иіссудың сондай тартымды болғаны соншалық, жарты жылдан кейін оны парфюм ретінде сатылымға шығару туралы шешім шығарады. Осылайша, 1924 жылы Шанель брендінің алғашқы парфюм өндірісінің бөлімшесі ашылады. Тап осы жылы үнжу сырғалардан тұратын алғашқы зергерлік бұйымда таныстырылады. Зергерлік бұйымдарға Коко 30 жылдары Шанель гауһар тастарына арналған бұйымдар көрмесін ұйымдастырғаннан кейін келді. Кейбір бұйымдарды өзі ұсынды, кейбірін сәнгер қыздарды таныстырды. 30 жылдар сән үйіне жаңа кешкі көйлектерді шығарумен есте қалды. Декор ретінде күміс белдіктер мен хрусталь пайдаланды. Сондай-ақ шағын дене пішіндегі әйелдерге арналған жеке киімдер реті жасап шығарылды. Екінші дүниежүзілік соғысы жылдары Коко үшін тағы бір ауыр кезеңге айналды. Оны Германия ұлтшылдарымен байланысы болды деп айыптады. Нақтырақ айтар болсақ, Ганс Гюнтер фон Диклаге офицерімен. Францияда ұлтшылдардан босаған бетте Коконы қамауға алды. Оның босап шығу үшін Уинстон Черчилл маңызды рөл атқарады. Соның арқасында Шанель ақталып шығады. Алайда, бұл оқиғалар оның жеке басына, сән дизайнерінің беделіне өз таңбасын қалдырады. Оған басқа елге қоныс аударудан басқа амал қалмайды. Ол ел Швейцария болып табылады. Ол жерде Шанель жаңа иіссу түрлерін шығарып, бірден сатылымға жібереді. Кейін уақыт өте келе, Коко өзінің парфюм сату құқығын Пьер Вертхаймерге сатады. Ол ұзақ уақыт Шанель парфюм акциясының басым бөлігін иемдеді. Келісім сомасы $400,000 мен 2% роялтиді құрады.
Коко тек 1953 жылы ғана Парижге орала алды. Бұл шақта Шанель жанкүйерлерінің көпшілігі Кристиан Диор сән үйіне ағылып жатты. Және Кокоға сәннің баяғыда өзгергенін мойындауға тура келді. Бұған қоса әйелдердің де таңдауы бұрынғыдай емес. Подиумға оралу жалғыз өзіне ауырлық тудырды. Сол кезде Коко Пьер Вертхаймерден көмек сұрайды. Бірге күш біріктіре отырып, Пьер тарапынан азғантай ақша салуымен, бренд бұрынғы өзінің беделін әлемдегі ең танымал сән үйі деген атағын жылдам қайтарып алады. Нақ осы шақта бірнеше жаңа бутиктер ашылып, подиумда көпті таң қалдырған жаңа топтамалар шығарылды. Осы уақытта Коко Шанель стилін көрсететін эксклюзивті зергерлік бұйымдар жинағын жасап, шығарған Робер Гусенспен тығыз қарым-қатынас орнатады. Сондай-ақ белдемше мен кеудешеден тұратын фирмалық костюмдер жарыққа шықты. 1955 жылдың ақпан айында сән таныстырылымының бірінде темір ілетіні бар былғары сөмкелері алғаш рет жарыққа шығып, бір сәтте танымал болады. Айта кетейік, осы сөмкелер әлі де сәннен шықпай, қай заманның болсын, әйелдер аксессуарлары қатарынан шықпай келеді. Соңғы 10 жылдықтарда Коко бірнеше танымал иіссуларды шығарып, соның ішінде ерлерге арналған Pour Monsieur Chanel иіссуы ең танымалды болады. Ал Коко Шанельдің ғажайып иісі әр жыл сайын сәнді киімді жақсы көретіндердің образын толықтырып тұрды. Тіпті қартайған шағында да Коко өз өмірін сән үйіне арнады. Ойлап тапты, жасады, өзгертті. Көбісі біле білмейтін шығар. Коко 5 жыл қатарынан Olympic Airways грек компаниясының стюардессаларына жұмыс киімін жасады. Әлемнің бай әрі танымал әйелдері оның сән таныстырылымының тұрақты көрерменіне айналды. Тар белдемше және жағасы жоқ өріліп тігілген кеудеше, алтын түстес түймелерімен және қалтасы бар Шанельдің твит костюмы бірден сұранысқа ие болып, оны сатып алғанның табыс символына айналды. 1950-1960 жылдары Шанель түрлі голливудтық студиялармен серіктес болды. Және Одри Хепберн, Элизабет Тейлор секілді жұлдыздарды киіндірді. Оның тұрақты тұтынушыларының ішінде ақш-тың бірінші ханымы Жаклин Кеннеди болды. Шанель бай әйелдерге ғана емес, меценат та болды. Ол Сальвадор Дали мен Пабло Пикассоға қажет кезде қаржылай көмек көрсетті. 60 жылдары Шанель қысқа белдемшеден бас тартты. Соның салдарынан оның сән үйіне біраз ұстанымдарынан айырылды. Тіпті өлгенше ол қысқа белдемше әйелдер киімінің атрибуты деген оймен келіспей кетті. Ал біз сіздермен байқаусызда 1971 жылдың 10 қаңтарына да жеттік. Нақ осы күні 87 жасында Габриэль Шанель Париждегі Риц қонақ үйінде жүрек талмасынан қайтыс болады. Ол сол жерде ұзақ уақыт бойы өмір сүрген еді. Танымал сән дизайнері Швейцариядағы Буадево зиратында жерленген. Оның мазарының бас жағында 5 арыстанның басы бейнеленген. Ол табандылық пен әсемдікті білдіреді. Оның өлімінен кейін компанияның басына Ивона Дюэль, Жану Казубуну және Филиппу Гибурже басшылыққа келеді. Бірақ біраз жылдардан кейін тұтас сән үйін Пьер Вертхаймердің ұлы Жак Вертхаймер сатып алды. Жарты жылдан кейін оның қолдауымен танымал кристалл хош иісі жарыққа шығады. Бұл Коконың тірі кезінде ойлап табылған еді. Айта кету керек, Жак Шанельге жаңа тыныс беріп, әлемге дайын киім үлгілерін, аксессуарларды жіберді. 80-ші жылдарға қарай жұмыс жасап тұрған дүкендер саны 40-қа жетті. Осы кезде бас сән дизайнері, неміс дизайнері Карл Лагерфельд болып табылады. Оның жұмыстары бірден көзге түсті. Бренд ескіліктен құрылып, жаңашылдыққа көшті. Әр жыл сайынғы жаңа бұйымдар мен хош иістер ешкімді жайдан жай қалдырмады. Ал кіріс Жак Вертхаймердің көз алдында өсті. Сондай-ақ, бағасы орта есеппен $7,000 құрайтын алғашқы бренд сағаттары пайда болды. Өнімдер қатарына жоғары сападағы аяқ киімдер мен көзәйнектер және бояулар қосылды.
Токиода, Гонконгта, Мәскеуде, Санкт-Петербургта, Лондонда, Берлинде және оңдаған астаналар мен қалаларда жаңа дүкендер ашылды. 2000 жылдар бренд үшін ауыр жылдар саналып, бас директорлыққа Морин Чике келеді. Және ол компанияны 2016 жылға дейін өзі жұмыстан кеткенше басқарады. Оның орнын Ник Хохланд басты. Тіпті басшылықтың сондай ауыз түйістері де брендті бағалайтындардың көңілінен шыға алмады. Шанель бүгінде жайлап аяққа тұрып келеді. Ол толықтай жүн өнімдерінен, экзотикалық терілерден бас тартқан. Өкінішке орай 2019 жылы Карл Лагерфельд өмірден өтеді. Оның жұмысын дизайнермен 30 жылдай бірге жұмыс жасаған Вирджиния Вияр міндетіне алады. Бүгінде Шанель брендіне әлемнің түкпір-түкпірінен 310 бутик кіреді. Және ол әлі де үздіктер қатарында. Жаман киініңдер, сендердің киімдеріңді есте сақтайды. Тамаша киініңдер, бұл әйелді толықтырып тұрады. Дизайнерлердің ойда қалар нақыл сөзі. Коко жүргізген тренд жай ғана заманауи сән негізіне жатып қана қоймай, нағыз классикаға айналды. Ал Коко Шанель есімі бүкіл дүние жүзіне танымал. Оның сөздері нақылға айналды. Ал қара көйлегі мен темір ілгіші бар сөмке гардеробтың міндетті элементі саналуда. 1957 жылы Коко Шанель Далластағы сән әлемінің Оскарын иемдеді. Ол 20 ғасырдың ең ықпалды деген адамдарына берілетін сыйлық болатын. Мен сәнмен айналыспаймын, мен өзім сәнмін, деп айтатын үнемі Коко. Біздің кейіпкеріміздің жеке өміріне келер болсақ, ол жайлы көптеген деректер бар. Дмитрий Павлович Романовтан бастап, император Николай II-ның немере ағасы болып келетін, өзіне 7 жас кіші Эрнест Боға дейін. Олар бірге Шанель номер 5 танымал иіс суын шығарды. Франциялық құпия құжаттарда Шанель ханым Абвер агенті деп көрсетілген. Алайда, тарихшылар ол жайлы оның білмеуі де мүмкін дегенді айтады. Иә, бұл әйелдің табынушылары мен қарым-қатынастары көп болды. Тіпті оны еркектердің есебіне өмір сүрген ең танымал әйел ретінде де таниды. Алайда, әке-шешесіз өсіп, сондай үлкен жетістікке жеткен әйел ретінде ол сый-құрметке ие еді. Коко ешқашан тұрмысқа шықпады, және балалары да болмады. Бірақ өмірінің соңына таман ол бұл қателігі үшін өкінетінін мойындады. Ол бала көтере алмайтын бедеу еді. Оның бәріне кінәлі оның жастық шағы еді. Бүгінде Коко Шанель есімі бедел мен байлық көрсеткіші ретінде танымал. Ал өзіне Шанель киімін ала алатындар бұл өмірдің дәмін біледі деп саналады. Достар, бүгінге осы болған шығар. Ал сіз бұл брендтің киімін кидіңіз бе? Мүмкін сіз аксессуарлар мен иіссуларға басымдық беретін шығарсыз. Егер солай болса, алған әсеріңіз қандай? Егер видео сізге ұнаса, бағалап кетіңіз. Және де Қазақ YouTube арнасын қолдап, подписаться батырмасын басып, лүпілмен қолдап кетіңіз.